Баршаңызды 16 желтоқсан Қазақстанымыздың тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Ал бұл сіздерге Қобыланды батырдың Қазан ханымен жекпе-жекке түскен жерін сіздерге ұсынайын деп отырмын. Батырлар қылды намысы, әуеле тәуір сөйлесіп, артынан шайтан шабысты. Шайтан неменем, ырғайда сапты сүңгіні, ырғайда ырғай салысы. Етересіп тұрысты, найзада қанға майысты, ат тізесін бүгісті, бүгісе тұрысты. Тебінгенге тер қатып, қақырғанға қан татып, түкіргенде шын татып, қақырғанда қан ішті, түкіргенде шын ішті. Қаншарда менен қармасты, семсерде менен серместі. Қаншар қалды майысып, семсерде қалды қайысып. Диқан еккен егінді, есенде алса тегінді. Қан қабақтан төгілді, ерлерде шаннан түңілді. Аш көсеңдей бүгілді, екеуінің ақ сауыт шығыршықтан сүгілді. Сол уақыттар болғанда артықта туған Қобыланды найзасын ырғып ендірді, қазанды аттан төндірді. Ат көтіне міндірді, тушығылар ай шықты, ақ денеден қан шықты, шауып еді шаң шықты. Ұлы сәске болғанда ішкі да қала тосында, сыртқы да қала ішінде ер қазанның аузына Қобыландыдай батырың толтырады балшықты. Қазаны аттан құлады, көріп та еле шалады. Шахері байтақ шортына тегіс хабар салады. Шахері байтақ шортынан шортын шайып алады. Алтында құндақ ақ берен шілдедегі бір айда, көктенде түскен самалды, тура келген ашалға кім табады амалды. Өлгенде құлдың басынан өткізеді заманды, 40 мың атты қызыл бас алдында қойдай қамалды. Қамалмасқа бола ма, кез қылды қабап құдай қабанды, қабанның ойны шаманды. Қабанның ойны шаманды, 40 мың атты қызыл басқа тотам қылды саманды, тоқтата алмай табанды. Қалаға қайтып кет алмай, барайын десе бата алмай, дарбазадан өт алмай, шиыршық атып оқтанып, бір-бірден қолға оқталып, көптігіне мақтанып, Қазан ханы өлгесін шекпе-шектен тоқталып, бірте-бірте жиналды, шауды көрген мезгілде, артықта туған Қобыланды шаншаққа көзін салады. Артықта туған Қобыланды көп әскерге келгенде шаншақты мұрап алады. Аяу тұрған жерді қамады.